Ассалаумағалейкум қазақ елі, мынау билік, мынау прокурорлар, мына қаланың прокуроры бар, жағы соттар, жағы өздері қылмыс жасап, менің счеттерім бәріне жағы арест жасап қойған. Кеше енді белгілі болып, мен балам счетіне де арест тастапты. Күн көре алмасын, бүйтсін, сөйтсін деп. Түсіндіңіздер ме? Ол неден басталды? Ол жағы сындырамай жүрген екен, не алмай жүрген екен, баяғыда Смайылов дейтін оңбаған жағы басқа мемлекетте түрмеде отыратын еді баяғыда. Қазір Конституционный соттың төрағасы Асқар Спартакович дейтін. Менің ашин Тараздағы квартирамды қараптан қарап алып қойған. Қараптан қарап. Мен собственнда менің атынан тіркелген, соттың шешімі шығарған, установлен право собственности дегенде, ол басқа өзіне қарама-қарсы постановление шығарып алып қойды. Кейін жағы о не істейді? Судья жағы Алимкулова дейтін Гүлмира Асқаровна. Мен баламнан жағы особо тяжкие преступления жасап, протокол судебного заседания изменить етіп, мынаны көріңіздер, до изменения и после изменения. Изменить етіп, 8 дәлелдерін алып тастап, 4 бөлмелі квартира еще мойнымызға іліп жетті. Балам мойнына. Түсіндіңіз ба? 4 бөлмелі. Ол особо тяжкие преступления жатады. Протокол. Оны соттасып, не қылып, жоғарғы сотқа бар, жоғарғы сот отменить жағы рассмотрение жет, Куликеев дейтін жағы. Алтта дәл сондай қылмыс жасап, дәл сондай мынау Алимкулова сияқты. Сөйтіп мойын іліп жетті. Ол 2011 жылы еді. 2012 жылы не алған. Түсіндіңіздер ме? Енді соның барлығын атей жағы мойны іліп жерген, барлығы білет, Тоқаев та білет, Назарбаев та білет, жоғарғы сот беске білет, бас прокурор білет, олардың бәріне не қылып. Мына яқтан прокурор Карипбеков жағы постерді сот орындаушы, судьяның экспертиза ешқандай клевета жоқ десе де, жағы мына яқтан судья алыпты менің мойныма қараптан қарап ақша іліп. Вопрос задать. Уважаемый эксперт, скажите, пожалуйста, вот в тексте именно следователь по поручению или под покровительством прокурора преступным путем прекратил уголовное дело. Является ли это порочащим честь, текст данной публикации порочащим честь и достоинство прокурора Боснийского района, и в какой форме оно выражено? Поскольку в тексте постановления о возбуждении производства по делу, этот текст отражен как порочащим честь. Скажите, пожалуйста. Высказывание не является порочащим. Здесь в основном идет сведения в отношении следователя. Доводы прокурора разные, потому что прокурор является нашим оппонентом, и мы суду не трудно истребовать уголовное дело и осмотреть это. Понимаете? Я знаю, что вам дали поручение, и вы заточены против меня. И наложить административное взыскание в виде административного штрафа в размере 880 лет. Тағы да Арстанова тағы білесіздер, сот мойным ақша іліп жетті. Соң кругом аресттер қойып, квартиралерімді тартып алып, үйімді тартып алып, енді мынандай не қыламасын күнті деп күн көрсеткізбей сынбай жатыр мынау. Сындырамыз ақырыл деп құртамыз, әртүрлі провокация қылмыс жасады. Соның өзінде мұны қараңыз тағы да не болады. Мынау Смастың соты жағы баяғыда естерінде болса 2022 жылында есінде жоқ, атомный электростанция соғамыз дегенде Ресейдің бұйрығыменен жағы исполнителі мен пікірім күмәнім бойынша Тоқаев мен қарсы пост жазып не қылып, ол жағы Смас Алматының города Алматы дейді. Именно Орысқа қарсы шықтың, Ресейге Орыс судьяға берген қоймыз. Сот анау фальсифицированный постановление, печати жоқ, жағы ешқандай немнесі қолы жоқ, фальсификация болатқан көріп, соны жағы қолданып, судьяның фамилиясы Орыс па, Глинник па, сондай сөйтіп күшіне қалдырды. Түсіндіңіздер ма? Судебный исполнительдер олардың жағы немнелері, қол соқпарлары, прокурор, сот қол соқпарлары.
мына жақтағы Сатпаев отырған квартираны 1 жылға бұрын ақша төлеп қойсам да сотым шешім болса да алып та жағы мына прокурор Карипекова бар, жағы аудандық прокурор жағы Бостандық аудан прокуроры қылмыс жасап деуге болады. Немнеге не қылып, жетіп бұсилет еткізген. Қылмыс жасап қалай енді? Олар алдында қылмыс жасап, жағы қылмысты істі қысқарып жерген, ол қылмыстық ішті жағы ішіндегі дәлелдерін барлығын алып тастап, жағы біздің немлесін бәрін атса сонымен келіскен. Біле тұрып. Ол да қылмысқа жатады. Сол үшін қайта жан жақтан қысып жатыр мынау. Енді мына жерде тұрып жатқан квартираға да тиісуі мүмкін. 300 мың теңге квартираға төлеу бармыз. Можно концессияны мынаны сындырамыз, мынаны бүйтеміз, сөйтеміз деп, мен ойлаймын, бұл жерде де әрине Тоқаев жағы приложить сатып алды, тағы базарный етеді мынау. Әкім Алматы. Сон немнелерін біліп жатыр. Мынау жағы покушение на убийство да сол немне болған деп не қылам, врачтардың арқылы. Жағы мына стоматолог әбден жағымдық рыңдеткізіп не фармконтрольдің бастығы уже мартта март, апрель, уже майдан үшін 3 ай созып жатыр. Мартта басында где-то 5 нема, где-то 10 нема берген марызды. 3 ай уже созып жатыр, қарамай продлевать етіп. Соның барлығы билік жан жақтан өзін маған жасаған қылмыстарын барлығын крышевать етіп, жағы мынау Азербайжан немнегі кім еді аты? Руслан Магомедов дейтінді. Әбден жағым не ғой. Ондай таразды жасаған. Осындай тірлік болып отыр біздің жағы жауыз қылмыскердің жағы. Жауыз әбден не қылып. Соның сот орындаушы фамилиясы Қасымов дейді. Кешемі алды күнімі арест қойып қойып қайтадан. Түсіндіңіздер ме? Ол жағы қанша елдің бәрі білет ол жағы қылмыс жасап шығарған жағы. Куликеев жағы қазір Қарағандының облыс сотының жағы орынбасары болып отыр. Куликеев дейді, оңбаған ғалым дейтін. Әкімнің баласы, сыночек, Акима дейтін еді оны. Аны Алимкулова Таразда кәдімгідей бұрында бізге мойымыз келіп жүрген екен, ол жағы Қаратау жағы Талас ауданынан жағы соттың төрағасы қылып жүрген. Жап-жас қызды жағы сонда қылмыс жасаған үшін деп ойлаймын. Жағы ол Қаратау қаласы кіреді, ішіндегі райондарда кіреді. Қазір жағы административный суд деймі Тараз қаласында істеп жатыр. Бұл қытпей. Түсіндіңіздер ме? Осындай біздегі қаншер деуге болады, мен пікірім бойынша жағы қылмыс билік осындай мен расправляться етіп жатыр. Әр жерде, қай жерде барсам, Моншаға барсам да тиіседі, жолда тиіседі, міне жерде не қылады, әртүрлі жағы жас қыздардан бастап, жағы анау кассасынан или жағы ресепшннен бастап, сөйтіп келекетті кіскізіп, не қылтқызып, сөйтіп әбден издеваться етіп бітірді. Енді міне жерде білмеймін, мен істейтінім уже. Счеттін арестовать етіп тастаған, уже қаяқы не қылатын білмеймін, мынау. Жауыз деген биліктің, жауыз, қаншер биліктің менің пікірім, күмәнім бойынша. Сатып алды да жағы сол критиковать етіп басында келді мына өзінше. Енді баяғыда КНБ-ның адамы жағы істеген, өрді нормальный адам істемейді ол КНБ-ді. Оңай ма ол? Әкім қылып жүрген. Ол нағыз 100% Тоқаевтың адамы. Бұл сатып алды. Фамилиясы айтып тұр ғой. Ол жерде айтылған көзқарасыма, пікіріме, күмәніме өздерің көзқарастарыңды, болжам өздерің көзқарастарын қалдырсаң. Бірақ мынау болмайды уже, мынау білмеймін уже. Уже қазақтардың бәрін қысып, қараптан қарап болса мейлі ғой. Қараптан қарап мойымыз келіп жүрген уже қанша уже 4 бөлмелі Тараздың квартирасын тартып алып, лучший бронировки қақ ортасындағы квартирада, элитный районда нағы не қылып, еще ақшасы мойнында, бала мойын іліп жүрген. Қазір міне жерде жүрміз жағы, квартирада бұнда да жағы бір себеп тауып жағы, Тоқаевқа еврейлерге қарсы шықтың деп, орыстарға қарсы шықтың деп шығарып жермесе болды. Деп ойлаймын, шығарсақ күресеміз, алсамыз. Тағы да айтатыным жағы, осы жерде айтылған көзқарасыма, пікіріме, болжамына өздерің неғыларын қалдырсаңыздар болады. Жақсы, рахмет.